Бүгін мейрамға көшеге шыға ойып еді. Мына жерде толпа адам деген мүмкін емес, көп. Қазір тамақ ішіп аламыз, сосын жалғастырамыз. Мына жерде дейтін адам толпа екен, бүгін мейрам болғасын. Кепсиде адам болмайды шығар деп келе қойып еді. Үлкен зал, соның өзінде мына жерде бір жарты сағат күткен шығарым. Босауын. Так, үш жерден тамақтан аламыз, сосын әрі қарай. Тамақтар таба алмадық айналада, жақын жерден. Жақын жерде дегенді қайда? Қаладан ба? Біздің айналадан, біз тамақ таба алмадық, сосын аламыз. Иә. Дұрыс па, қыздарым осы кепси жақсы көреді ғой. Қыздарым? Күн ауа райы да күшті болып тұр екен. Күн ыссы болып тұр, Бұл жерде халық көп шығып жүр. Бүгін мейрам жәйбет болса да кетпеген адамдар. Кешке дейін болады деймін соған қарағанда, да? Кешке дейін болатын сияқты. Бұл 28 панфиловшылар паркі. Тағы да басқа парктерде де болып жатқан сияқты. Горький паркінде де болып жатыр деймін. Мынау паркте онша үлкен емес сияқты ғой, кішкентай парк па? Сахнасы қайда? Қандай заттар сатып жатыр екен. Мінекей, осындай болу керек қой. Мынау дұрыс емес енді. Маған жақсы. 28 Панфиловтан енді мынау Горький паркіне келдік. Орталық демалыс. Ана паркте концерт болып жатқан жерде Гүлекең екеуміз билеп алдық. Ой, картопты жарып жүрген сияқтымыз екеуміз. Ол Гүлекең екеуміз билегенімізді Гүлшат Аязбаева деген инстаграмда, Гүлшат Аязбаева деген инстаграмда соған салып қойды. Сол жерден көруге болады. Горький паркі. Мынау бұл жерде де адам ығы-жығы. Бүгін мейрам ғой, сосын мереке болғасын. Күшті болып жатыр негізі, да? Мынандай нелер жүр. Ал дейтін етіндейді. Үшін құтаға түседі. Önce senin amandasız mı? Onca Gülük amandasız. Ancedekiler mi? Parktın işi tınış жақсы екен. Мейрам болса адам көп, бірақ та сонда тыныс. Отыратын жерде тұрған, тына жерде адамдар отырған. Күшті екен. Парктың ортасында адамдар демалып отыр. Жақыттан. Паркте мынандай да бар, понилар. Кішкентай балам негізі бар. Мына жерде суда катамаранмен адамдар демалып жүр. Қазір мініп қараймыз да? Жерден қарап жүрейік. Үлке. Не болып жатқан? Күннің көзі. Күн қашан кетеді? Кешке. Бір сағат жарымда да күн кетіп қалатын шығар. Қазір ана күн түсіп деп отыра алмаймыз суда. Судың іші салқын болады ғой. Адам бәрі отырған жоқ па? Өзім сияқты. Қарау кететін болды одан сайын. Ой, бұл Гүлекең аппақ еді. Өзім негізі аппақ едім, одан сайын аппақ Гүлекең қарайып кететін болды. Катамаранға тұрған очерет. Қалай болып жатыр мына жер? Очерет деген. Гүлекең очерет алдыңдар ма? Очерет алдыңдар ма? Мына жерден су алайық десек те очерет екен. Адамды қара. Мына сусындар қанша 0,5. 500 теңге, 300 теңге. 300 теңге. 800, бәрі 800-ден, да? Үлкенін алайық та онда, да? Қайсы, мынаны ма? Алды. Не мұны? Шыққан ба, қоян ба? Қоян ғой, да? Бір түсірік та. Сіздер ана фото түсіресіңдер. Қанша сосын? Қанша? 2000? Телефон оңайдағы. Ау? Видео түсіретін видеоға. Видеоға да 2 бір ғой бұрады. Фотоға түсірген жоқпын. Видео. Кет. Жерде қоян мода болып кеткен ау деймін, не? Мұна бәрі қоян ұстап жүрген. Қоян тренд болып кеткен ба? Не, қоян мода болып кеткен ба, не? Бәрін қоян ұстап тұрсыңдар ғой?
Ой, жоқ, ұстағым келмейді. Ұстап қойыңыз ба? Модул күткен деймін осы қоян. Арука? Анаконда аламыз скоро. Қалай? Анаконда? Я, да, вообще. Дәуіз ламба. Соң алып келіп түсімін жеге. Жеге алып келіп тұрсың. Мықтысыңдар. Видео түсіріп жатсыздар ма? Я, видео. Фото емес, видео. Так, орналасып алдыңдар ма? Ал кеттік. Бісміллә деп. Қай жерде? Мына жерде екен ғой. Бісміллә. Опа. Опа. О. Тұрмаймыз, орынмен ауыспаймыз, жилет шешпейміз. Антанға артай жақындамаймыз. Речек оңға, солға, педаль алдыға, артыға. Иә. Түсінікті ғой бәрі. Түсінікті. Рахмет. Ал кеттік. Бісміллә деп. Де Арука екеуміз. Намаз екеу бұлай отыр. Энжука менің артында. Ал кеттік. Бір детский отырады. Опа. Гүліке не істеп кеттің сен? Телефон қарап отырсың. Қайықта отырсың да телефон қарайсың да? Қызым, Энжука қызым қайда? Энжука, қалайсың? Көре алмай отырмын сен де жерден. Күнге қарамай арсылып кеттің. Мына жер күшті әдемі де өйстіп талдың астына келгенде да. Талдың астына бүйт. Әдемі өтіп. Не деген әдемі жерлерде? Өзіміздің Қазақстанымыздағы. Керемет жерлері бар осындай. Алматының өзінде. Қазақстанның басқа да түкпір-түкпірін аралайтын болсақ, бұдан да жақсы өзінің әр жермен ерекшеленетін жерлері бар. Я. Шетелге шықпай-ақ та деуге болады, бірақ шетелге шықсаң да болады, онда уже басқа заттарды көресің. Ал бір Қазақстанның ішінен көрсең, әдемі жерлерді көресің өзің туған жерлерінде. Именно Алматыда осындай жерлер. Алматыдан басқа жер Көкшетау болады бар. Қандай бұдан да жақсы жерлер. Өзінің әр жердің өзінің ерекшеліктері бар ғой. Бұдан да жақсы демей ақ қойын. Әр жердің өзінің ерекшелігі. Мынандай құстарды жүзіп жүр. Шетелден несі кем? Адамдар катамаран көп екен. Ана жерде ешкім очередке нетіп жатқан жоқ. Бәріне айтып катамаран жетіп жатыр. Сол жер жақсы екен. Мына жерде мындай аттракцион бар екен. Айналып жүреді ма? Қалай еді? Секіріп теппін ғой. Айналып жүреді. Лодка деген анау ғой. Ескекпен жүреді. Қайық ескегімен, я. Жерде тұратын үйлерді айтасың ғой да, Гүліке, күшті деп. Арқа. Судың жағасында тұрып атқан сияқты ма? Бірақ енді үйлер ескі үйлер екен. Мына Алматыдағы Горький паркі ғой. Жақта адам өшік, көлеңкеде. Бәрі көлеңкеде тығылып жүр екен ғой адам, бәрі жақ қайда жүр десек. Ровно 30 минут дегенде келдік. Уақытында келмесек деген жаңа алып қалған депозиттен 2000 теңгеден ұстап қалады екен. Сондықтан уақытында келдік. Негізі жарты сағат полный айналып келуге жетеді екен. Жақсы ғой? Нормально ма? Жақсы ғой? Бір-бірлеп түсіреді, асықпай. Балдар жақсы екен. Ал кеттік. Адамдар әлі отчетте тұр ғой. Қыздар мына жерден қандай аттракционға мінетіндерін білмей жүр. Білмегенде андай ғой. Жүректі айнытады, басты айналдырады, сондайдан қарсы жүр кішкене жеңілдеулер керек болды. Анау мысалға басты айналдырады, жүректі айнытады қазір шыққаннан кейін. Қайсыған алдыңдар билет? Неге велосипедке? Мына велосипедті өйте ма? Мындайға ма? Оның енді несі қайда? Отыратын жағы қайда? Ар жақта сияқты. Ал жүр тауып алайық енді басын. Оказывается, мынаның ішінде бәрі мынамен неткен, кіреді екен. Мынаның ішіне ақша толып тұр. Мынау жоқ болса тағы 3 теңге болады, да? Сен басың жасап кетті негізі. Анан берші, ана карта керек болып қалды деп алып алдың ғой. Мына жерде шашлик пісіріп жатыр. Велосипед дейтін осы жер екен ғой. Мына жерден бастап отырамыз қазір. Велосипед бос емес екен. Қазір келген күтеміз. Мына жерде катамарандар кетіп бат. Мына біз мініп жүрген. Былай жайлап айналып жүреді екен велосипед. Қалай Гүліке? Не болды? Күшті. Очередь күтіп тұрып
велосипедimiz келгенше. Үнжіка мен Гүлекем уже стартқа басайын деп жатыр, кетейін деп жатыр. Не болды? Ал давайте. Жол болсын. Біз келесіне күтеміз, келесіне күтеміз қазір. Барайын. Күтесіңдер ме? Біз Арука екеуміз бір үйінде отырдық. Гүлекем мен Үнжіка ана алдымызда кетіп бара жатыр. Үнжіка мен Гүлекем жерде кетіп бара жатыр. Қалай қызым? Қорқыныштымыз ба? Биікте екен де, страшында. Қозғалып былай дірілдегенде. Үйю. Әдемі, әдемі. Бәрін жоғарысынан қарап келе жатыр ғой төбеден. Үнжіка? Қалайсың? Не болды Гүлеке, қалайсың? Енді Арбатқа келіп қалдық кешке қарата. Қалай шаршаған жоқсыңдар ма? Мен шаршаған жоқпын. Қойшы, не? Арука, сен ше? Кішкене аяғым дейді. Кім аяғым? Үнжіка ма? Арбатта осылай енді. Ең айтып, әрен салып бәрі. Күшті көңілді бұл жерде деп қойыншы. Алматының қай жеріне барсаң да адам шығыр жүр, очередь сосын, иә. Ал, осылай күйде тартып жатыр. Андай күйге қалай сабаттанбайды? Ай, сап. Ал, мінеке, әр жерде біздің осылай күй тартып. Мына жерге келіп тамақ жегенімізді ұмытып кеттік қой, қарын ашқаннан. Тамақ болды ғой. Болғаннан кейін бар. Мен андай айран алып алдым, айран дейтін. Күшті осы айран жақсы көремін. Жүрген жерінде көрсем осыны ішем. Болдық па сонымен? Қойдық, енді осымен бітіп үйге барамыз бұйырса. Осымен үйге барамыз. Давай деп жібер енді. Амалыңыздар біздерге лайк басып тіркеліп қолдап отырыңыздар. Күшті комментарий жазыңыздар. Айтпақшы қазір үйге барып қыздармен бірге соғыс кино көреміз. Ана Алияның киносын қазір шығарып қойдым. Орысша екен, қазақшасын таба алмадым. Соны барып қыздарыма көрсетеміз соғыс жайында.